Сәлем оқушылар, бүгінгі сабақта біз Осман империясының тарихын айтатын боламыз оқушылар. Олай болса, давайте сабағымызды бастайық. Осман империясы, жалпы енді кішігірім кіріспе, Османдардың тарихын біз мынау Салжұқ халықтарынан бастаймыз. Салжұқтар, мынау Оғыз түрікмен тайпаларынан құралған Кіші Азияны жаулап алуы, артынан Салжұқтың орнына Осман түріктер мемлекеті құрылды. Кейін түріктер мынау Константинопольді басталып, Осман империясы болады, оның сұлтандары мемлекеттің құрылымын қарап шығатын боламыз. Міне, бірінші енді салжұқтардың билеушілерін қарап өтейік. Тоғрылбек, Чағрылбек, Алып Арслан, үшінші Гиясидин Месуд дейтін билеушілер кітапта келеді. Енді үшінші Гиясидин Месуд мектеп баспасында тек салжұқтардың соңғы билеушісі ретінде келетін сұрақ. Енді давайте мынау бірінші қарайық, салжұқтардың территориясы, олар 11-ші ғасырдың аяғында Кіші Азияда құрылған. Мынау бізде жүзада бар. Нақтылайтын болсақ, 1071-81 жыл құрылды. Мынау Сырдария алқабына олар қоныс аударды. Мына Оғыз түрікмен тайпаларының ішіндегі Қайы дейтін рудан шыққан жаңағы жігіттер бірігіп Салжұқ мемлекетін құрады екен. Олар біздің өзіміздің Сыр өзені бойынан Хорезм дейтін елден өтіп, мынау бірінші Иран жеріне келіп қоныстанды. Сөйтіп ары қарай мынау Иракқа барады, Қос өзен елі, Әзірбайжан, солай бізде Кіші Азияға дейін 11-ші ғасырдың аяғында жеткен екен. Сөйтіп салжұқтардың территориясы, міне қарасаңыздар, осындай үлкен аймақты қамтыған болатын. Енді ең бірінші мына 11-ші ғасырдың 30-шы жылдары мынау ағайында билеушілер болады. Ағайынды егіздер, Тоғрылбек пен Чағрылбектер Иран жеріне келіп қоныстанады. Және Тоғрылбек сұлтан мынау Иран жерімен тоқтап қалған жоқ, ол территорияны кеңейтеміз деп 1040-1050 жылдары не істейді, тағы да басқа жерлерді жаулап алады. Мысалы, Хорезм, Иран, Ирак, Әзірбайжан және Күрдістан. Тіпті 1055 жылы құлдыраудың үстінде тұрған Бағдат қаласын салжұқтар өздерінің қол астына көшіреді екен. Одан кейін бізде енді салжұқтардың Алып Арслан дейтін сұлтаны келеді. Енді оның кезінде 1064 жылы мынау Арменияны жаулап алады оқушылар. Сөйтіп ол салжұқтардың құрамына мынау Кіші Азияны қосып берген екен. Міне осы жылды 1071-81-ді жүздатаға ғасыр қалып шығарып қойған. Мынау Мансикер шайқасында Креш орын бастауына енді әсер еткен шайқас. Алып Арслан Византияны жеңіп, анау Алексей Комнин Рим папасына барып көмек сұраған еді. Бұның соңы үлкен Креш орнын алып келеді. Міне жалпы салжұқтардың территориясы: Хорезм, Иран, Ирак, Әзірбайжан, Армения, кішігірім Күрдістан, Сирия, Палестина, еще Кіші Азияны қамтыған екен. Осы территория Тоғрылбек, Чағрылбек, Алып Арслан кезіндегі территория болып табылады. Енді кейінірек мынау артынан Осман түріктері мемлекеті құрылады. Мына жерде біршама билеушілердің бәрін қатарымен қарап алсаңыздар болады. Оқушылар стопқа қойып, тағы басқа нәрсе қылып, ал енді біз қазір оларды талдаймыз. Так, Салжұқ мемлекеті 13-ші ғасырда моңғол шапқыншылығынан кейін ыдырап, олардың орнына 1299 жыл өте крутой жыл, күшті жыл. Осман түріктерінің мемлекеті құрылады. Оны құрған міне Осман дейтін сұлтан. Ол бізде Ер-Тоғрылдың баласы. Османның әкесі Ер-Тоғрыл. Міне Османның осындай ғана мәлімет бар. Артынан оның баласы келеді. Оның баласы Орхан бей. Ол да территорияны кеңейтті, қарап отқан жоқ. Мына Кіші Азияның солтүстік батысын бағындырған екен, Мәрмәр теңізі мен Қара теңіз аралығындағы. Енді жалпы енді бұл османдар енді ислам дінін ұстағандықтан не істейді, қасиетті соғыстар, ғазауат соғыстарын жүргізіп отырды. Яғни ғазауат соғыс дегеніміз бұл христиан елдеріне қарсы болған дін жолындағы соғыс. Ислам діні жолында соғысқан. Көрдіңдер ме, территорияны қарап өтіңіздер. Енді ары қарай 14-ші ғасырдың екінші жартысында Осман түріктері енді көрші елдерге, яғни Балқан түбегіндегі елдерге жорықтар жасайды. Картамен қарайтын болса, ол мына бөліктер ғой, Балқан түбегі. Сербия, Болгария елдеріне жорықтар жасаған екен. Сосын мынау 1352-54 жылдары түріктер жаулап алған екі жері бар: Дарданелл мен Галиполь аймақтары. Жақсы. Енді Орханнан кейін оның баласы бірінші Мұрат келеді. Оның кезінде 1363-те Астана Андренополь дейтін қалаға көшеді. Себебі бұл қала, оқушылар, мынау Андренополь қаласы Балқан түбегіндегі мына жердегі Сербия мен Болгарияны бағындырудағы негізгі база болды. Сол үшін астанасын Андренопольге көшіреді. Тіпті бірінші Мұрат араға біраз уақыттар салып, яғни 1389-да арнайы мынау Сербия мен кәдімгі бірге бір соғысқан міне Лазар дейтін корольмен екеуінің арасындағы шешуші ұрыс Сербияның Косово дейтін үлкен бір даласында өтеді.
Бірақ бірінші Мұраттың тағдыры өте қиын жағдайда аяқталды. Яғни Мұратты мынау лазер не істейді, киллер жалдап түнде мынау шатырына кіріп өлтіріп кеткен екен. Мына серб сарбазы Милош Обелич бірінші Мұрат отырған шатырға келіп, ту сыртынан қанжар салып өлтіріп кетеді. Бірақ артынан Мұраттың баласы Баязид келеді, оны Найзағай деп атаған. Ол Йылдырым Баязид дәл әкесінің енді кегін қайтарып не істейді, артынан серб королі мынау лазерді тұтқынға түсіріп, лазердің өзін де өлтірген екен. Міне, Мұраттың жолын жалғастырған достойный баласы ол мынау бізде Йылдырым Баязид. Балқан түбегін бағындыруды жалғастырады. Тіпті енді бұны көптеген соғыстағы ерлігі үшін Найзағай деп атаған, міне Йылдырым дейміз. Енді бұл әкесі енді Сербияны бағындырып кеткеннен кейін бұл қасындағы Болгарияға барады ғой. Сол Болгарияның Трнова дейтін патшалығын Баязид дейтін сұлтан басып алған болатын. Енді Баязид мынау Болгария жерінде соғысып жүрген кезде, Трнова патшалығын бағындырып жүрген кезде 1402 жыл мынау біздің жаңағыдай Орталық Азия жақтан жаңағы осы Самарқан жақтардан кім келіп қалады? Әмір Темір 1402 жылы. Сөйтіп шайқас өтеді. Әмір Темір мен Баязид арасында. Бұл сол шайқастың нәтижесінде міне Әмір Темір Баязидті жеңіп, ары қарай түріктердің Балқан елдеріне жорығы тоқтап қалған екен. Сөйтіп мынау Баязид оқшылар бір жыл бойы Әмір Темірдің құлы болды және 1403 жылы өмірден өткен екен. Сөйтіп мынау түріктер жарты жыл бойы, жарты ғасыр бойы, 50 жылдай өздеріне келе алмайды. Кейін 1453 жылы ғана олар жақсылап естерін жиып алды. Әрине мынау екінші Мехмет дейтін сұлтанның кезінде. Оның тұсында болған басты оқиға 1453 жылғы оқиға. 50 күннің ішінде мынау Константинополь дейтін қаланы жаулап алады. Және соғыс барысында Византияның соңғы императоры Константин 11-ші Палеологты өлтірген болатын. Сөйтіп Европаның ең бай қаласы Константинопольді басып алған екінші Мехмет ол қаланы Стамбул деп өзгертеді, әрі бұл Осман империясының астанасы болды. Яғни Түркия не болып жатыр енді? Империя болып жатыр. Ал Византия империясы қай жылдар сонда өмір сүруін аяқтады? Өмір сүрген екен 395-тен 1453 жылға дейін. 1453 Константинополь құлады, Византия өмір сүруін тоқтатты. Міне оқушылар. Енді сондай бір аралықта мынау бірінші Селим дейтін сұлтан болған. Оны ислам сұлтаны деп атаған оқушылар. Ол да құр қарап жатпай түріктердің құрамына, яғни үлкен территориясына бір жерді қосқан болатын. Ол жердің аты Египет. 1516-17 жылдары түріктер қосып алған жер. Сөйтіп Осман империясы орта ғасырдағы ең ірі әскери феодалдық мемлекетке айналды оқушылар. Сосын мынау бізде айтылатын енді осындай кітапта келетін, бірінші Сүлеймен, енді Сүлеймен великолепный дейтін сұлтан бар. Енді оның кезінде Осман империясының уәлаяттарға бөлумен айналысты. Уәлаят деп енді облыстарды атаған. Енді бірінші Сүлеймен кезінде 21 уәлаяттан тұратын болған, 21 облысқа бөлінген. Және бұл жорықта жасады, 1521-де Белгород, 26 жылы Венгрия, тіпті Венеция мен Кипр аралдары үшін соғыста жеңіске жеткен болатын. Ал Осман империясы тарихында осы енді 6-шы сыныпта келетін орта ғасырдағы сұлтандардың ішіндегі ең әлсізі, ең бір билігі дағдарысқа ұшыраған сұлтанның бірі екінші Осман дейтін сұлтан. Енді бұл 1618 жылы билікке келе салысымен 22 арасы 4 жыл билік еткен. Иранмен соғысып жеңіліп қалады, Европада Польшамен соғыста жеңілген. Енді бұның соғысы тек жеңіліспен өтті. Тіпті жеңілістерін өзінен көрмей, мынау янычарлардан көрген екен. Янычар деген бұл 5-7 жастағы тұтқын ер балалар тәрбиелеп, әскердің құрамына алып отыратын жаңа әскердің түрі. Сөйтіп екінші Осман өзінің жеңілісін інісінен көреді, інісін өлтіріп бәле болады. Өзінің туған інісі Мехметті өлтіріп, ел арасында абыройы болмаған, беделінен айырылған сұлтан екінші Осман болады оқушылар. Соңында екінші Османның өзін 1622 жылы янычарлар бөлік жасап, не істейді? Екінші Османды өлтірген болатын. Міне оқушылар, бізде осымен Осман империясының тарихына байланысты негізгі сұлтандарды айтып өттік. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Түсінікті болса комментарийге ойларыңызды бөлісіп кетсеңіздер болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарда жүздескенше аман сау болыңыздар.